Бүгін өте дәмді, тоңазытқышта бір аптаға дейін сақтауға болатын жасалу жолы оңай трюфельдер дайындаймыз. YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, все деп таңдап қойыңыздар. Клегейді ыдысымызға құйып, бір қайнатамыз. Оттың астын өшіріп, сосын суытамыз. Су моншасында немесе микроволновкада шоколадты ерітеміз. Шоколадты су моншасында ерітіп алғаннан соң, жаңағы сливкиді, клегейді жылы күйінде құямыз, араластырамыз. Және оған бөлме температурасындағы сармайды қосамыз. Блендермен кішкене езіп жібереміз. Блендермен езіп болғаннан соң, бетін пищевой пленкамен контактыны етіп жауып, тоңазытқышқа немесе балкон салқын болса, балконға пластилин сияқты қою масса болғанша қойып аламыз. 55-60% шоколадты таңдайсыздар, және дәмі жақсы шоколад таңдаңыздар. Мінекей тоңазытқыштан шоколад массасын шығардық. Трюфельдің үлкендігін өз қалауыңыз бойынша жасайсыздар. Кішірек етіп жасасаңыздар болады, немесе үлкен етіп. Мен шамамен бір шай қасықты толтырып алып жасадым. Негізі қолдарыңызға перчатка киіп жасағандарыңыз дұрыс. Менде бітіп қалғасын. Домалақ формасына осылай қолмен келтірдім, бірақ перчатка киіп алғандарыңыз дұрыс. Осылай вафельный крошкаға және кокоссыз стружкаға аунаттым. Какаоға немесе кез келген жаңғақ түріне аунатсаңыздар да болады, өз еркіңіз бойынша. Жұмыс жасау барысында біздің шоколад массамыз пластилин сияқты қатып тұру керек, міне осындай форма шығады. Дастарханға ұсынбас бұрын 15-20 минутқа тоңазытқышқа қойып алсаңыздар болады. Егер бұл трюфельдерді тоңазытқышта сақтайтын болсаңыздар, герметичный контейнерді немесе коробкада беті жабылған күйі бір аптаға дейін сақтасаңыздар болады. Вафельный крошкаға аунатылған трюфель маған қаттырақ ұнады. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Шайларыңыз дәмді болсын.